Айсұлу таңғы шайға кофе дайындап ас үйде тұрған. Сол сәтте күйеуі Әлібектің телефоны 5 минуттың ішінде 2 рет шырылдады. Ол экранға қарауды да ойламады. Әлібек заттарына ешкімнің қол тигізгенін ұнатпайтын. 1 минут өтпей жатып жатын бөлмеде оның дауысы естілді, бірақ бүгін үнінде бұрын болмаған абыржу бар еді. Айсұлу, бері келші деді дауыстады ол. Айсұлу кесесін 2 жыл бұрын өзі жаңартып, сырлап қойған ағаш үстелдің үстіне қойды. Сол кезде Әлібек жаңа жиһаз алатын жағдай жоқ деп қысқа қайырған. Ол жатын бөлмеге кіргенде Әлібек төсектің шетінде телефон ұстап отыр екен. Қабағы түйіліп, экранға бір жайсыз хабар көргендей қадалып қалыпты. «Не болды?» деді Айсұлу есік жақтауына сүйене тоқтап, үстіндегі ескі көйлегін түзеп жатып. «Әттеген-ай», деді Әлібек көзін көтерместен. «Ертең кешке Алатау қонақ үйінде қабылдау бар. Бәрі жұбайлармен келеді. Тіпті Серік те әйелін ертіп келеді екен». Айсұлу оның не айтпақ болғанын бірден түсіне қоймады. 15 жыл отасқан уақытта Әлібек оны бірде-бір қызметтік жиынға ертіп барған емес. Ондай орта саған арналмаған дейтін үнемі айна алдында костюмін түймесін салып тұрып, ол жақта үлкен кісілер болады, маңызды әңгімелер айтылады, сен түсіне бермейсің. Сосын, деді Айсұлу жай ғана, жүрегі әлде қашан жиілеп соға бастаған. Әлібек алғаш рет оған қарады, көзінде реніш пен амалсыздық аралас тұрды. «Сені ертіп баруға тура келеді, әйтпесе ыңғайсыз болып тұр. Бәрі отбасымен келеді. Маркетингтегі Болат та жеңгеміз қайда деп сұрап қояды». Айсұлудың жүрегі бір сәт шым ете қалды. Бірақ бұл шақыруға қуанғаннан емес, бұл әлде бір түсініксіз, мазасыз сезім еді. Өйткені ол ертең дәл сол Алатау қонақ үйінде балалар қайырымдылық саласында ерекше үлес қосқан жандарға берілетін Жансейіт атындағы халықаралық сыйлықтың табысталатынын білетін. Сол марапат. Жоқ, қазір ол туралы ойлауға болмайды. «Жақсы», деді Айсұлу саусақтарын айқастырып. «Тек әдеттегідей киініп келуші болма», деді Әлібек орнынан тұрып, шкаптарын, галстуктарын ақтара бастады. «Ол жерде басшылардың, кәсіпкерлердің әйелі болады. Өздеріне қарайды, сұлулық орталықтарына барады. Түсінесің бе? Өзіңе бір дұрыс киім ал, қара түсті болсын, жинақы көрінсін, бірақ тым қымбат болмасын. Жұрт мен саған көп ақша жұмсайды екен деп ойламасын». Айсұлу үнсіз бас изеді. Табағына баяғыдан тыныс ашық өксік тығылды. 15 жыл бойы ол осындай сөздерді тыңдап келді. 15 жыл бойы Әлібек оның өз әлеміне лайықты емес екенін айтып келді. Жеткілікті сәнді емес, жеткілікті білімді емес, жеткілікті деңгейде емес. Тек ол бәрін білгенде ғой. «Тағы бір нәрсе», деді Әлібек шкаптан қара көк костюмын алып. «Өзіңде дұрыс ұста, түсінбейтін әңгімелерге араласпа. Қасымда жай отыр, күлімсіре де үндеме. Бұл маңызды кеш. Ол жерде ауқатты адамдар болады. Бір ауыз сөзбен біреудің тағдырын өзгерте алатын кісілер». «Түсіндім», деді Айсұлу. Даусында мысқыл жоқ еді, бірақ дәл қазір оның күлкісі келіп тұрды. Тағдыр өзгертетін адамдар. Егер Әлібек сол адамдардың қаншасы оған жеке келіп алғыс айтқанын білсе ғой, қаншасы Айсұлумен кездескеннен кейін бала арманы қорына қомақты қаржы аударғанын, қаншасы оның мұқтаж балалардың тағдыры туралы әңгімесінен кейін жүрегі жібегенін. Бірақ ол мұның бәрін үйде ешқашан айтпайтын. Әлібек оның қайырымдылық қорындағы жұмысын жай ғана ермек, уақыт кетіретін іс деп санайтын. Күйеуі жуынуға кеткен соң Айсұлу төсек шетіне отырып көзін жұмды. Ертең оның 5 жылдық еңбегі халықаралық деңгейде мойындалады. Ертең бүкіл ел өзі құрған бала арманы қолы туралы естейтін болады. Кешкісін ас үй үстелінде отырып жасаған талай еңбек. Ал сол кезде Әлібек теледидар көріп отыратын. Жүздеген баланың аман қалған өмірі, сирек дертке шалдыққан балалардың емін жиналған қыруар қаржы. Ал ертең оның қасында өзін жүк санайтын адам отырады. Айсұлу көзін ашып қарсыдағы айнаға қарады. Үстінде қарапайым үй киімі, шашы асығыс жиналған 42 жастағы әйелдің шаршаңқы жанары. Өзгенің арманы мен мақсат үшін өзін ұмытқан әйел. Бірақ ертең бәрі өзгереді. Ол терезе алдына келді. Сыртта қазан айының майда жаңбыры себелеп тұр екен. Тамшылар әйнек бойымен көз жасындай сырғып жатты. Терезеден ескі 5 қабатты үйлердің ауласы көрінеді.
балалар алаңы кезінде сол жерде өз балаларымен серуендейтін күнді армандаған, бірақ олардың баласы болмады. Әлібек үнемі кейінге қалдыра беретін. Осы терезенің алдында қанша рет жылады екен. Кезекті қорлықтан кейін, кезекті сен түсінбейсің немесе бұл сенің деңгейің емес деген сөздерден соң жуынатын бөлмеден судың сылдыры естіліп тұрды. Әлібек жұмысқа дайындалып жатқан. Кәдімгі күн, кәдімгі тіршілік. Ол ертең Айсұлудың өз жоспары бар ма, маңызды шаруа бар ма, соны да сұрамады. Тек сені ертеп баруға тура келеді деді, бірақ кескен еді. Айсұлу телефонын алып хабарламаларды ашты. Онда қордағы әріптестерінен келген қуаныш пен толқынысқа толы бірнеше оқылмаған хат тұр екен. Ертең сенің жеңіс күнің деп жазыпты Мәдина. Ол Айсұлудың орынбасары әрі оның отбасындағы шын жағдайды білетін жалғыз құрбысы еді. Ол ертең сенің шын мәнінде кім екеніңді біледі. Тағы бір хабарлама қордың қамқоршылық кеңсесінің төрағасы Ержан ағадан келген екен. Айсұлу, ертең барлық журналистер сен туралы жазады. Дайын бол, сені үлкен құрмет күтіп тұр. Егер олар Айсұлудың осы уақытқа дейін күйеуіне марапат туралы тіс жармағанын білсе ғой, ол салтанатты рәсімге жалғыз баруды ойлаған. Марапатталып алып, ештеңе болмағандай үйіне қайтуды жоспарлаған. Өйткені Әлібекке бұл сыйлықтың қайдан шыққанын түсіндіру, оның үйден шықпайтын, ештеңе білмейтін әйелі бірнеше жылдан бері миллиондаған қаржы айналатын жобаны басқарып жүргенін мойындаумен бірдей еді. Сол өзі сенің ортаң емес деп айтатын адамдармен күнде жұмыс істейтінін, бірақ енді тағдыр оның орнына шешім қабылдап қойған еді. Ертең олар бір залда отырады. Бір жағында Әлібектің әйелі Айсұлу, бұрышта үнсіз отырған, көзге түспеуге тырысатын қарапайым әйел, ал екінші жағында халықаралық сыйлықтың лауреаты Айсұлу. Ол телефонын қойып ас үйге барып салқындап қалған кофесін ішті. Енді көлік жайын ойлау керек еді, өзін қалай ұстайтынын, соңғы сәтке дейін сырды қалай жасыратынын. Шкапта 3 жыл бұрын енесінің жаназасына киіп алған жалғыз қара көйлек ілулі тұр екен. Дүкенге баруға тура келеді. Бірақ одан да маңызды бір сұрақ мазалап тұрды. Шындық ашылғаннан кейін не болады? Әлібек 15 жыл бірге тұрған әйелінің шын болмысын білгенде не істейді? Сыртта жаңбыр күшейіп бара жатты. Айсұлу ертең күн ашық болатынын сезді. Ол ауа райының өзгерісін үнемі алдын ала білетін. Дәл қазірде ертеңгі кеш бүкіл өмірін өзгертетін жүрегімен сезіп тұрды. Айсұлу сымбат сұлулық салонында айна алдында тұрды. Арқасындағы сыбырды елемеуге тырысып әлек. Ол мұнда таңертең ерте келген, таныстарына жолықпаймын деп ойлаған, бірақ тағдырдың өз есебі бар еді. Алдын ала жазылу керек деді әкімші қыз. Тырнағына жарқыраған әр салған жас қыз Айсұлуға сынай қарап, бүгін бәрі кешкі қабылдауға дайындалып жатыр. Алатауда үлкен жиын ғой. Облыстық белгілі кәсіпкерлері, депутаттары келеді дейді. Айсұлу үнсіз бас изеп шебердің орындығына отырды. Айнадан өз бейнесін көрді. Қолданыстан алынған, дүкеннен алынған қарапайым пальто, былтыр желімдеп жүндеген ескі сөмке. Қасында қымбат тон киген әйелдер кеш туралы әңгімелесіп отыр екен. Менің Нұрланым айтады, бүгін қаладағы барлық беделді адамдар болады екен, деді құндыз тон киген сары шашты әйел маникюр жасатып отырып. Банкирлер, кәсіпкерлер, әкімдегілер қандай таныс табуға болады десеңші. Ал жаңа менеджер Әлібектің әйелін көрдің бе деді шашын бүйралап қойған қара шашты әйел. Айсұлу селк ете қалды. Шебер оның шашын тарай бастап еді. Ол демін бір қалыпты ұстауға тырысты. Шынымен бе, ол қандай екен деді әлгі әйел таңырқап. Көрген емеспін, қарапайым үй шаруасындағы әйел шығар. Бір қайырымдылық қорында жүреді дейді. Ерікті сияқты. Нұрланның айтуынша Әлібек оны жұртқа көрсетуден ұялатын көрінеді. Қайшы сарт етіп шаштың ұшын қиды. Айсұлу үнсіз айнаға қарап отырды. Түсінемін оны деді тон киген әйел күрсініп. Қазір ер азаматтар беделіне қарайды ғой. Әйел де соған сай болуы керек. Әйел өзіне қарамаса, дамымаса,
Дұрыс айтасың, менің Нұрланым үнемі айтады, әйел еркектің айнасы деп. Әйел қандай болса, ері де солай қарайды дейді. Шебер қыз 25-тер шамасындағы арықша келген жас қыз айнадан Айсұлуға ұрлана қарай қойды. Көзінен аяушылық байқалды. Сіз де бүгін кешке барасыз ба деп жай сұрады ол. Иә деді Айсұлу қысқа ғана. Шашыңыз өте әдемі екен, табиғи түс, қалың екен. Қазір әдемілеп сәндеп береміз. Өте жарасымды болады. Арт жақтан тағы сыбыр естілді. Қызық, ол не киеді екен деп қара шашты әйел Айсұлудың естіп отырғанын ойламастан, ол жерде миллионерлердің әйелдері болады ғой. Мысалы Тәттімбет ағайдың келіншегі Айман апайдың көйлегінің өзі қанша тұрады десеңші. Айсұлу көзін жұмды. Айман апай ірі металл зауыты иесінің жұбайы. 3 жыл бұрын өзі қорға келіп қатерлі ісікке шалдыққан балаларға көмек ретінде қомақты қаржы аударған. Сол күні көзіне жас алып, Айсұлу, сіз періштесіз, сіздердің арқаларыңызда балалар өмірге қайта оралып жатыр деді құшақтап еді. Ал қазір мына әйелдер Айсұлудың дәл сондай адамдардың қасында өзін қалай ұстайтынын талқылап отыр. Білесің бе, кейде осындай әйелдерді аяймын деді сары шашты әйел айнадағы өзіне сүйсіне қарап. Өздерінің кішкентай әлемінде өмір сүреді. Әлдебір қорларда жұмыс істеуді маңызды деп ойлайды. Ал шын мәнінде ондай дүниенің ешкімге керегі жоқ. Дұрыс айтады деді бас изеді қара шашты әйел. Өзіне қараса ғой, күйеуін қолдап жүрсе, мүмкін ол да әйелін жұрт арасына жиі алып шығармай еді. Шебер қыз Айсұлудың шашын реттеуді жалғастырып жатты. Ара-тұра жанашырлығымен көз тастап қояды. Айсұлу қыздың өзін жақтап бірдеңе айтқысы келіп тұрғанын сезді, бірақ қыз батпай отыр еді. Ондай әйел бизнес туралы не түсінеді дейсің деді сары шашты әйел сөзін жалғап. Саясат үлкен жиындарда үндемей отырады. Ер адамдар маңызды әңгіме айтып жатқанда жай тыңдап қана отыратын шығар. Айсұлудың ойында былтырғы кездесу түсті. Денсаулық сақтау министрімен 2 сағатқа жуық сөйлескен еді. Министр жетім балалармен жұмыс істеу тәсілдерін сұрап, әр сөзін түртіп алып отырған. Сіздің тәжірибеңіз өте құнды. Бізге мемлекеттік бағдарламаларға осындай мамандар керек деген болатын. Қыздар әңгімені өзгертсек қайтеді деді ақыры шыдамай қалған шебер қыз. Басқа нәрсе жайлы сөйлесейікші. Қойшы, біз жаман ештеңе айтып жатқан жоқпыз ғой деді қара шашты әйел таңырқап. Тек шындықты айтып отырмыз. Ондай ортада өзін көрсете білу керек. Дәл сол сәтте салонға тағы бір әйел кірді. Сымбатты, жинақы, үстінде қымбат пальто. Айсұлу оны бірден таныды. Гүлнәр апай, белгілі банкирдің жұбайы. 1 жыл бұрын бала арманы қорының пайдасына қайырымдылық кешін ұйымдастырған жан. Сәлеметсіздер ме қыздар деді ол пальтосын шешіп жатып. Бәрін кешке дайындалып жатырсыңдар ма? Әрине, сіз не киесіз деп жанданып кетті сары шашты әйел. Көк түсті көйлек дайындап қойдым. Осындай кеш үшін арнайы тіктіргенмін деп жымиды Гүлнәр апай. Ол өз шеберіне қарай өтті. Бірақ жол жөнекей айнадан Айсұлудың көзіне түсіп қалды. Әйел бір сәт ойланып қалды. Бір нәрсені есіне түсіргісі келгендей. Кешіріңіз, біз бұрын кездескен жоқпыз ба деді ол Айсұлуға қарап. Айсұлудың жүрегі дүрсілдеп кетті. Жоқ сияқты деді ол жай ғана. Гүлнәр апай иығын қиқаң еткізіп әрі қарай кетті. Бірақ Айсұлу оның жүзіне ұрлана қарай бергенін байқап отырды. Дайын болды деді шебер қыз сәл шегініп. Айсұлу айнаға қарады. Шаш үлгісі шынымен де оны өзгертіп жіберіпті. Шашып бет жүзін жұмсақ қоршап, жанары бұрынғыдан да терең көрінеді. Өте әдемі болды деді қыз шының көңілмен. Бүгін сіз ең көрікті жан боласыз. Ар жақтан біреу мысқылдай қойды, бірақ шебер қыз сөзін жалғастырды. Көзіңіз өте мейірімді екен, күлкіңіз де әдемі, бүгінгі кешіңіз жақсы өтеді деп сенемін. Айсұлу ақысын төлеп сыртқа шығуға беттеді. Есіктің қасында оны Гүлнәр апай тоқтатты. Кешіріңіз, сіз қайырымдылық саласында жұмыс істейсіз бе? Маған жүзіңіз өте тәніс. Иә деді Айсұлу қысқа ғана. Қай қорда? Айсұлу бір сәт ойланып қалды. Сосын ақырын ғана бала арманы қорында деді. Гүлнәр апайдың жүзі сол сәтте өзгеріп кетті. Көзі үлкейіп, ерні дір етті. Құдай-ау, сіз сол кісі екенсіз ғой.
бірақ Айсұлу сыртқа шығып кеткен еді. Аяқталмай қалған сөз ауада ілініп қалды. Әйнек есіктің ар жағынан ол Гүлнар апайдың әлгі әйелдерге асығыс бірдеңе айтып жатқанын көрді. Олардың таңырқап есік жаққа қарай бұрылды. Сыртта майда жаңбыр себелеп тұр екен. Айсұлу пальтосының жағасын көтеріп, аялдама қарай тез жүрді. Көйлек алу керек, туфли, мүмкін шағын сөмкеде. Ертеңге дейін бар болғаны бірнеше сағат қалды. Бірақ одан да маңызды бір сұрақ мазалап тұрды. Әлібекке шындықты қазір айту керек пе? Әлде ертеңге дейін күткен дұрыс па? Қалтасындағы телефон дірілдеді. Мәдинадан хабарлама келіпті. Ертең ел біздің періштемізді таниды. Таңққа дайынсың ба? Айсұлу жауап берместен телефонды сөмкесіне салды. Таңқ, кір жуу, үй жинау. Күйеуінің таусылмайтын кінәлауымен өткен өмірінде бұл сөз тым жат естілетін. Бірақ ертең бәрі өзгереді. Ол сол өзгеріске дайын ба, өзі де білмейтін. Алатау қонақүйі оларды хрусталь шамдардың жарқылымен сән салтанатқа толы кең залымен қарсы алды. Айсұлу кең дәлізде тоқтап қалды. Жаңа туфли аяғын қажап тұр. Сауда орталығынан алған қарапайым қара көйлекте мына салтанаттың жанында тым жұпыны көрінгендей. Жолдың ортасында тұрып қалмашы, деді Әлібек тістеніп. Оның қолынан тартып жіберді. Ауылдан келген адамдай болып жүрме. Айналада сәнді жұптар жүр. Әйелдер қымбат көйлекпен, ерлер мінсіз костюммен. Айсұлу олардың кейбірін теледидардан көрген, ал кейбірін жеке таныс болатын. Бірақ оны Әлібек ешқашан білмейді. Әлібек арт жақтан дауыс естілді. Орта жастағы ер адам жас келіншекпен бірге жақындап келді. Ақыры жарыңмен танысатын болдық қой. Әлібек еріксіз жымиды. Нұрлан, таныс бол, бұл Айсұлу. Ал мынау Нұрлан маркетинг бөлімінің басшысы. Қасындағы жұбайы Айнұр, сұлулық салонындағы әлгі сары шашты әйел. Ол Айсұлуды басынан аяғына дейін сынай қарап шықты. Айсұлу әлгі әйелдің өзін-ақ бастан аяқ мұқият шолып шыққанын байқап тұрды. Қарапайым көйлек, қымбат емес туфли, жұпыны сөмке, бірде-бір ұсақ түйек назардан тыс қалмағандай. Танысқаныма қуаныштымын, деді Айнұр еріксіз жымиып. Шынымды айтсам, сізді бойшаң деп елестеткен едім. Кешіріңіз, түнбедім, деді Айсұлу. Ер адамдар әйелдерін мақтағанда сәл асырып жібереді ғой, деп күліп қойды Айнұр. Әлібек, сіз туралы көп жақсы нәрсе айтқан. Айсұлу күйеуіне қарады. 15 жылдың өмірінде Әлібектің өзі туралы біреуге жақсы айтқанын есіне түсіре алмады. Керісінше, жүріңдер, залға өтейік, деді Әлібек асығып. Тіркеу басталып кеткен шығар. Үлкен банкет залы көздің жауын алатын. Жаңа гүлімен безендірілген дөңгелек үстелдер, күміс ыдыстар, шұқа хрусталь бокалдар. Сахнада ішек ансамблі ойнап тұр. Айсұлу еріксіз жан-жағына көз жүгіртті. Талай таныс жүздер. Әне отырған мәжіліс депутаты Қайрат аға, деді Әлібек алдыңғы қатарда нұсқап. Қасында қонақ үй желісінің иесі Дәулет аға отыр. Айсұлу үнсіз бас изеді. Дәулет аға былтыр қор арқылы емге алған балалардың ата-аналарына арнап қонақ үйінің бір қабатын 2 жылға тегін берген еді. Ал анау Айман апай, деді Әлібек сөзін жалғап. Көрдің бе, алтын түсті көйлекпен отырған. Күйеуі облыстағы ірі металл кәсіпорындардың иесі. Айман апай дәл сол сәтте бұрылып қарады. Көзі Айсұлуға түскенде бір сәт ойланып қалғандай болды. Мына әйелдер сияқты киінуді үйрену керек, деді Әлібек жай дауыспен. Әне, көк көйлектегі банкирдің жұбайы Гүлнар апай. Көйлегінің өзі сенің 1 жылдық жалақыңа татитын шығар. Айсұлу көзін сол жаққа бұрды. Гүлнар апай шынымен ерекше көрініп тұр еді. Бірақ сөйлесіп тұрып, ара-тұра Айсұлу жаққа қарап қоя береді. Ал анау Жанар апай, деді Әлібек қызыл көйлектегі әйелді көрсетіп. Әкімнің жұбайы, өзінің дүкендері бар, дейді. Айсұлу оны да таныды. 2 ай бұрын қорға келіп, немересіне көмек сұрап жылаған әйел еді. Сирек кездесетін генетикалық ауру, шетелдегі отаға қыруар қаржы керек болған. Барлық шығынды бала Арман қоры көтерген. Біздің үстел ана жақта, деді Әлібек. Олар ортадағы үстелге келді. Бірнеше жұп жиналып үлгірген екен. Айсұлу олардың арасынан Әлібектің әріптестерін таныды. О, біздің жұмбақ Айсұлу келді ғой, деді көзілдірікті ер адам.
мен Нұржанмын, қаржы бөлімінемін, ал мынау менің жұбайым Сәуле. Сәуле 40-тар шамасындағы жинақы әйел жылы жымиды. Танысқаныма қуаныштымын. Әлібек сізді өте сирек етіп келеді. Біз тіпті сіз жоқ шығар деп ойлайтынбыз. Үстелдегілер күліп жіберді. Айсұлудың беті қызарып кетті. Айсұлу ұялшақ қой деді Әлібек асығыс. Көпшілік жерді ұнатпайды, үйде отырғанды жақсы көреді. Түсінемін деді тағы бір әйел. Менің де сондай құрбым бар. Үйден шықпайды, бірақ ол балалармен айналысады. Ал сендердің балаларың жоқ па? Бір сәт үнсіз орнады. Айсұлу қолындағы майлықты қысып жіберді. Әзірге жоқ деді жай ғана. Өзіңіз жұмыс істейсіз бе деді әйел қайта. Қайырымдылық қорында деді Айсұлу. Еріктісіз бе деді Нұржан жай жымиып. Жақсы екен, бірақ оны толыққанды жұмыс істеу қиындау шығар. Иә, хобби сияқты ғой деді қостады Әлібек. Уақыт өткізетін іс. Айсұлу көзін төмен түсірді, қалтасындағы телефон дірілетті. Әріптестерінен хабарлама шығар. Көрші залда марапаттау рәсіміне дайындық қызып жатқан болатын. Қандай қор деп сұрады Сәуле. Балалар қоры деді Айсұлу қысқа ғана. Тақырып жабылса екен деп тіледі. Ойыншық киім жинайсыңдар ма деді әйел. Қойыңдашы, жұмыс жайлы әңгімені жұртты жалықтырмайық деп сөзге араласты Әлібек. Дәл сол кезде даяшы шампан әкелді. Айсұлу бокалды қолына алды. Мүмкін бойын аздап босатар. Үндемей отыр деді Әлібек басқалар әңгімеге берілген сәтте. Бұл сенің ортаң емес. Бұлар сен түсінбейтін нәрселерді айтып отыр. Әңгіме елдің экономикалық жағдайына ауысқан еді. Валюта бағамы, салық, кәсіптегі өзгерістер. Мысарлы қайырымдылықты алайық деді Нұржан. Қазір сәнге айналды. Байлар арын тыныштандыру үшін ақша береді. Ал оның көбі бәрібір ұйымдастырушылардың қалтасына кетеді. Айсұлу бірден басын көтерді. Кешіріңіз, бірақ олай емес деді ол. Үстел басына тына қалды. Әлібек оған ескере қарады. Қалай сонда деді Нұржан таңырқап. Ірі қорлардың бәрі әр тиын бойынша есеп береді деді Айсұлу сабырмен. Қамқоршылық кеңсесі болады. Тәуелсіз аудиттен өтеді. Айсұлу деді Әлібек төмен дауыспен, бірақ қатаң үнмен сөзін бөліп. Нұржан бұл мәселені жақсырақ біледі. Жоқ, қызық болып тұр деді Нұржан алға еңкейіп. Мұның бәрін қайдан білесіз сонда деді Нұржан. Айсұлу жүрегінің дүрсілі күшейгенін сезді. Көрші үстелдерде оны мүлде басқа қырынан танитын адамдар отыр еді. Бір ғана абайсыз сөз бәрі ашылып кетуі мүмкін. Көп оқимын деді ол жай ғана. Иә, Айсұлу бізде көп оқиды деп мысқылдап жымиды Әлібек. Бірақ теория бөлекте, өмір басқа ғой. Дұрыс айтасыз деді Нұржан. Өмірде бәрі мақаладағыдай әдемі емес. Айсұлу бокалды қатты қысып жіберді. Саусақтарының буыны ағарып кеткен. Көрші үстелде Ержан аға отыр. Бала арманы қорының қамқоршылық кеңесінің төрағасы. 1,5 жыл бұрын. Айсұлу, сіздің арқаңызда 100-ден астам баланың өмірі сақталды. Сіз мүмкін еместі мүмкін қылып жүрсіз деген адам. Айтпақшы деді Нұржан әңгімеге қыза түсіп. Жақында бір қор туралы оқыдым. Қалай еді аты? Бала арманы сияқты. Балаларға деп миллиондаған қаржы жинапты да, кейін ақшаның жартысы қайда кеткені белгісіз болып шыққан екен. Айсұлу орнынан атып тұрды. Қолындағы бокал аударылып түсті. Кешіріңіз деді ол сыбырлап та тез сыртқа шығып кетті. Айсұлу деді Әлібек соңынан, бірақ ол артына қарамады. Әйелдер бөлмесіне кіргенде Айсұлу раковинаға сүйеніп терең тыныс алды. Айнадан өзіне бозарып кеткен жүзі мен дірілдеген қолы көрінді. Бірнеше минуттан кейін есік ашылып, ішке Сәуле кірді. Жақсысыз ба деді ол алаңдап. Иә, рахмет. Айсұлу бетіне салқын су шашты. Нұржанның сөзіне мән бермеңіз деді Сәуле жұмсақ үнмен. Ол кейде түсінбейтін дүниеге пікір айтып кетеді. Жалпы ер адамдарға сондай әдет болады ғой. Айсұлу үндемей бас изеді. Ал бала арманы қоры өте жақсы ұйым деді Сәуле. Менің сіңілім балалар ауруханасында дәрігер. Солар қаншама баланы құтқарылғанын айтып жүреді. Қордың басшысы да ерекше жан екен дейді. Айсұлудың жүрегі бір сәт тоқтап қалғандай болды. Шынымен бе деді ол жай ғана. Иә, өте мықты маман дейді. Ең бастысы адамгершілігі зор, балалардың қасында өзі барады екен. Әр баланың тағдырын жеке біледі дейді. Айсұлу ханым бірде есік тарс ашылды.
Ішке Әлібек кірді. Айсұлу, мұнда не істеп жүрсің? Жүр, қазір салтанатты бөлім басталады. Сәуле бір Әлібекке, бір Айсұлуға қарады. Үстелде кездесерміз деп те шығып кетті. Әлібек есікті жауып әйеліне бұрылды. Бұл не қылық деп ашуланып, неге әңгімеге араластың, үндемей отыр дедім ғой. Ол менің қорым туралы өтірік айтты, деді Айсұлу. Әлібек күліп жіберді. Сенің қорың ба? Сен ол жерде қағаз тасып жүрдің. Ол сенің қорың емес. Айсұлу оған ұзақ қарады. Сосын жай ғана дұрыс айтасың, деді. Жүр қайтайық. Олар залға қайта кіргенде жүргізуші сахнаға шығып үлгерген екен. Құрметті қонақтар, деді ол микрофонға. Бірнеше минуттан кейін көрші залда балалар қайырымдылық саласындағы ерекше үлес қосқан жандарға берілетін Жансейіт атындағы халықаралық сыйлықтың табыстау рәсімі басталады. Қонақтарды сол сәтке шақырамыз. Айсұлу жер аяғына тайып кеткендей күй кешті. Әлібек таңырқап сахнаға қарады. Қандай сыйлық екен бұл, деді күбірлеп. Ал Айсұлу енді бірнеше минуттан кейін өмірінің мүлде өзгертетінін білетін. Қонақтардың көбі көрші залға қарай ағыла бастады. Айсұлу Әлібектің қасында үнсіз келе жатты. Әр қадам ауыр, жүрегі қатты соғып тұр. Тіпті айналасындағылар естіп қоятындай. Қызық екен, қандай сыйлық болды екен, деді Әлібек залдың сәніне қарап. Байлардың кезекті жарнамасы шығар. Бір қорға ақша береді де, сосын бір жыл соны айтып жүреді. Айсұлу үнсіз қалды. Қолындағы қара сөмкені қыса түсті. Ішінде бір ай бойы қайта-қайта түзеткен сөз жатыр. Мүмкін бірнеше минуттан кейін сол сөзді күйеуінің алдында айтуға тура келер. Зал ерекше безендірілген еді. Сахнада мінбер, жан-жағына аппақ раушан гүлдері. Экранда Жансейіт атындағы сыйлықтың белгісі көрініп тұр. Күнге қол созған баланың бейнесі. Қалаған жерлеріңізге отырыңыздар, деді ұйымдастырушы. Рәсім шамамен 1 сағатқа созылады. Әлібек орта тұстағы орындарды таңдады. Көзге түспеген дұрыс, деді ол. Айсұлу қасына отырды. Жан-жағына ұрлана қарады. Алдыңғы қатарда көптеген таныс жандар отыр. Қор қамқоршылары, қайырымдылық жасаушылар, денсаулық сақтау министрлігінің өкілі. Екінші қатарда Ержан аға отыр екен. Ол әлсін-әлсін артына қарап біреуді іздеп отырғандай. Қасында Мәдина отыр. Ол да мазасызданып жан-жағына қарай береді. Қызық екен, деді Әлібек. Мұнда таныс адамдар көп қой. Әне Дәулет аға отыр. Қасында Айман апай. Бұлардың қайырымдыққа қызығатынын білмеппін. Мүмкін қызығатын шығар, деді Айсұлу жай ғана. Күмәнім бар, деді Әлібек. Әлде марапат алатын адаммен суретке түсу үшін келген болар. Сахнаға мінсіз тігілген смокинг киген орта жастағы жүргізуші көтерілді. Құрметті ханымдар мен мырзалар, деп бастады ол. Зал біртіндеп тына қалды. Жансейіт атындағы халықаралық сыйлықты табыстау рәсіміне қош келдіңіздер. Бұл марапат осыдан 10 жыл бұрын тағайындалып, 3 жыл сайын балалар қайырымдылығы саласында ерекше үлес қосқан жандарға беріледі. Айсұлу алақанының терлеп кеткенін сезінді. Қасында отырған Әлібек есінен қойып сағатына қарады. Алдыңғы лауреаттардың қатарында Швецияда балалар қорының басшысы бар. Ол 2000-нан астам баланың өмірін сақтап қалуға атсалысқан. Сонымен қатар Африкадағы балалар ауруханалар желісінің негізін қалаушы мен Германиядағы сирек дерттерді емдеу бағдарламасының авторы да осы сыйлықтың иегерлері болған. Экранда бұрынғы лауреаттардың суреттері пайда болды. Айсұлу олардың бәрін танитын. Кейбірімен халықаралық жиындарда кездескен, хат жазысқан, тәжірибе алмасқан. Биыл, деді жүргізуші, алтын түсті конвертті қолына алып. Қазылар алқасы әлемнің 20 елінен ұсынылған 43 үміткерді қатыстырды. Және соңғы 5 жылда 500-ден астам баланың өмірін сақтап үлес қосқан жанды бір ауыздан таңдады. Әлібек орнында тіктеліп отырды. 500 бала, жаман көрсеткіш емес екен, деп сыбырлап. Айсұлудың тынысы тарылып кетті. Өйткені дәл осы сан бала арманы қорының соңғы есебінде тұрған. Биылғы лауреат сирек дертке шалдыққан
балаларды емдеу мен қаржы жинаудан ерекше жүйесін құрды деді жүргізуші. Оның еңбегінің арқасында елімізде 12 ай арнайы орталықтан тұратын желі құрылды. Зал ішінде сыбыр көбейді. Айсұлу екінші қатардағы Ержан ағаның біреумен сөйлесіп, есік жақты көрсетіп отырғанын байқады. Қасында отырған Мәдина сөмкесін умаждап отыр, толқып кеткені көрініп тұр. Біздің лауреат басқаратын қор 5 жылдың ішінде 100 миллион теңгеден астам жеке қайырымдылық қаражатын тартты. Барлық қаржы толық ашық түрде жұмсалды. Есептердің бәрі қоғамға қолжетімді. 100 миллион деді Әлібек таңырқап. Масштабы күшті екен. Мен мұндай қор аз ғана ақша жинайды деп ойлайтынмын. Экранда балалардың суреттері ауысып жатты. Күлімдеген жүздер, ата-аналардың алғыс хаттары. Айсұлу бәрін танып отыр. Мынау Мәдина, Германиядағы жүрегі ота жасалған қыз. Мынау Дәурен, қымбат гендік ем алған бала. Ал мынау Аружан, арнайы протездің арқасында қайта жүріп кеткен қыз. Біздің лауреат ешқашан атақ үшін жұмыс істеген емес деді жүргізушінің үні салтанатына түсіп. Көмектескен адамдардың көбі оның атын да білмейді, бірақ атқарған ісі бәрінен де артық сөйлейді. Айсұлу көзін жұмды. Бұл рас еді. Ол әрдайым тасада қалуға тырысатын, алғысқа басқа адамдар қабылдайтын, ең маңыздысы нәтиже болатын. Сіздерге бірнеше оқиғаны айтып берейін деді жүргізуші. Экранда ауруханадағы кішкентай қыздың суреті шықты. 5 жастағы әсем, лейкоздан сирек түрі, жалғыз мүмкіндік, ақштағы ем, құны 3 миллион теңге, ата-анасы қарапайым отбасы, қаржы жоқ. Айсұлу сол оқиғаның анық есіне түсірді. Телефон тұтқасының ар жағында жылаған ана, өзі демеушілерді аралап жүрген күндер, түсіндіру, өтіну, жалыну. Лауреаттың еңбегінің арқасында 2 апта ішінде қажетті қаржы жиналды. Әсем ем алып шықты, қазір дені сау. Экранда жаңа сурет пайда болды. Шашы өскен, қолында қуыршағы бар, күліп тұрған сол қыз. Әлібек Айсұлуға еңкейді. Мына салада қанша ақша айналатын елестетші. Осындай қаражат жинау үшін қандай байланыс керек десеңші. Залда қол шапалақ естілді. Бірнеше әйел көз жасын сүртіп отыр. 7 жастағы Нұрдәулет деді жүргізуші. Экранда мүгедектік арбасында бала көрінді. Жұлын бұлшық атрофиясы, аурудың тоқтататын дәрінің бағасы 2 миллион доллар. Айсұлу қолын жұдырықтап алды. Нұрдәулет алғаш ауруханада көрген сәті есіне түсті. Әлсіз ғана бала, бірақ көзінде арман бар еді. Бағдарламашы болғысы келетін. Лауреат тек қаржы жинап қойған жоқ деді жүргізуші. Олы дәрі өндіруші компаниямен келіссөз жүргізіп, дәріні гуманитарлық бағдарлама аясында тегін алуға қол жеткізді. Экранда жаңа сурет шықты. Нұрдәулет компьютер алдында отыр, көзі жайнап тұр. Қазір ол қарапайым мектепте оқиды және шынымен бағдарламаумен айналысып жүр. Тағы да қол шапалақ. Маған мына бала таныс сияқты деді Әлібек сыбырлап. Теледидан көрген шығармын. Айсұлу үндемеді. Нұрдәулет расында жаңалықтарға шыққан, бірақ онда бала арманы қорының аты айтылмаған еді. Мұндай оқиғалар 100-ден саналады деді жүргізуші. Әрқайсысы сақталған өмір, орындалған арман, қайта оралған балалық шақ. Жүргізуші алтын түсті конвертті қолына алып жоғары көтерді. 2025 жылғы Жансейіт атындағы халықаралық сыйлық. Зал іші жым-жырт болып кетті. Айсұлу жүрегінің кеудесінен шығып кетердей соғып тұрғанын сезді. Қасында отырған Әлібек те алға еңкейіп қалған. Балаларға арналған бала арманы қайырымдылық қорының негізін қалаушы әрі жетекшісі. Екінші қатарда отырған Ержан аға жалт бұрылып, жанарымен Айсұлуды іздей бастады. Қасында Мәдина орнынан атып тұрды. Айсұлу ханымға табысталады. Зал дүр сілкіндерген қол шапалақ естілді. Жұрт орындарынан тұрып кетті. Барлығы жан-жағына қарап, лауреатты іздеп жатыр. Әлібек қатып қалғандай отыр. Аузы айшылы қалған. Айсұлу ол жай ғана сыбырлай айтты. Сосын әйеліне баяу бұрылды. Айсұлу қозғалыссыз отыр еді. Жүзі бозарып кеткен, көздері үлкен ашылған. Айсұлу, бұл сен бе? Сахна жүргізуші күлімсіреп тұрды. Айсұлу ханым, сахнаға шақырамыз. Прожекторлар іске қосылды. Жарық зал ішін шарлап келіп Айсұлудың үстіне түсті.
Бүкіл зал сол жаққа бұрылды. Әлібек оның қолынан ұстап алды. Бұл рас па? Шынымен сен бе? Айсұлу оған қарап баяу ғана бас изеді. Айсұлу ханым, біз сізді күтіп тұрмыз, деді жүргізуші тағы. Қол шапалақ әлі тоқтамаған жұрт тікесінен тұр. Бейтаныс әйелдердің көзінде жас, жүздерінде сүйсіну бар, деді Әлібек қолын босатып. Сахнаға шық. Айсұлу орнынан тұрды, аяғы дірілдеп тұр, бірақ ол алғашқы қадамын жасады. Сосын екіншісін. Адамдар жол беріп жатыр. Біреу жарайсың деп дауыстады, біреу қолын созды. Сахнаға қарай бара жатқан жүздеген көз өзіне қадалғанын сезді. Бірақ бәрінен де қатты күйеуінің жанарын сезді. Әлібек босап қалған қатарда жалғыз отыр еді. Жүзінде есеңгіреу. 15 жыл бойы ол Айсұлуды ешкім емес деп ойлады. Ал оның әйелі газеттер жазатын адам болып шықты. Миллионерлер танитын жан болып шықты. Жүздеген адам тік тұрып қол соғатын адам болып шықты. Айсұлу сахна баспалдағына көтеріліп бара жатты. Әр қадам сайын иығының жылдар бойы қорлық, менсенбеу, бағалау түсіп жатқандай. Бүгін әлем оның кім екенін білді. Ең алдымен күйеуі білді. Айсұлу сахнаға көтерілді, тізесі дірілдеп тұр. Прожектор жарығы көз қарықтырады. Жүргізуші қолындағы хрусталь мүсінді ұсынды. Айсұлу ханым, шын жүректен құттықтаймыз. Мүсін ауырлау екен. Мөлдір хрустальдың ішінде аспанға қолын созып баланың бейнесі ойылып жасалған. Дәл осындай мүсін үшін айдан бері үйдегі шкаф ішінде тұр. Сол кезде Айсұлу оны конференциядан әкелген сыйлық деп қойған. Рахмет, деді ол микрофонға, дауысы залға тарады. Қол шапалақ күшейе түсті. Айсұлу басын көтерді. Алдында тік тұрған адамдар. Екінші қатарда Ержан аға көз жасын сүртіп отыр. Қасында Мәдина жылап жіберді. Әрі қарай дәрігерлер, қорқамқоршылары, құтқарылған балалардың ата-аналары. Ал залдың ортасында бос орындықтың арасында жалғыз отырған Әлібек. Бозарған жүз, сенбей тұрған көз қарас. Айсұлу ханым, қонақтарға бірнеше ауыз сөз айтыңыз, депті жүргізуші. Айсұлу микрофонға жақындады. Қалтасында бір ай дайындалған сөзі жатыр. Бірақ қазір ол мүлде басқа сөз айтатынын түсінді. 5 жыл бұрын, деді ол, даусы дірілдеп шықты. Мен қарапайым үй шаруасындағы әйел едім. Күйеуім мені өмірге ештеңе қолы жетпеген адам деп ойлайтын, қолымнан ештеңе келмейді дейтін. Зал тына қалды. Айсұлу Әлібектің орнына жиырылып отырғанын көрді. Менің тұрақты жұмысым жоқ еді. Өз табысым болған жоқ. Қоғамды ортамда жүрген емеспін. Расымен де өзімді ешкім емес сияқты сезіндім. Ол бір сәт тоқтады. Терең тыныс алды. Бір күні интернеттен кішкентай қыздың оқиғасын көрдім. Оған шұғыл ота керек екен, бірақ ата-анасының ақшасы жоқ болатын. Экранда сурет пайда болды. Қор көмектескен алғашқы бала, сары шашты, үлкен мұңды көздері бар кішкентай қыз. Мен жай ғана өтіп кете алмадым. Әлеуметтік желіде топ аштым. Қаржы жинай бастадым. Бірнеше 100 мың теңге жиналса да жеткілікті шығар деп ойладым. Ол Әлібекке бұрылды. Әлібек орнынан қозғалмай отыр. Көзін айырмады. Бір аптаның ішінде 2 миллион теңге жиналды. Мүлде танымайтын адамдар көмектесті. Өйткені олар біздің істің маңыздылығына сенді. Зал қол соқты. Айсұлу күтіп тұрды. Осылайша бала арманы қоры дүниеге келді. Басында тек мен және ас үйдегі ескі компьютер ғана болды. Мен түнде жұмыс істейтінмін, күйеуім ұйықтағанда. Залда біреулердің жылағаны естілді. Көп әйелдер оның әңгімесінің өз өмірін көргендей. Мен медициналық құжаттарды зерттедім, емханалар іздедім, дәрігерлермен сөйлестім. Дауысы қатая түсті. Күйеуім мені түсінбейтін, ол мұның бәрі бос әурешілік дейтін, қайырымдылық ешкімге керек емес дейтін. Үй жинап, үйде отырғаным дұрыс деп санайтын. Әлібек екі қолымен бетін басты. Залда отырған бірнеше адам оған жақтырмай қарады. Бірақ балаларға көмек керек еді. Айсұлу тоқтай алмай, ол тікелей эфирде түсіріп тұрған камераға қарады. 5 жылдың ішінде біз 512 баланың өмірін сақтап қалдық. 12 арнайы орталық аштық. 100 миллион теңгеден астам қайырымдылық қаржы жинадық.
Зал дүр сілкінді. Қол шапалақ, жарайсыз, бәрекелді. Адамдар орнынан тұрып кетті. Алдыңғы қатардан алтын түсті көйлек киген Айман апай орнынан көтерілді. Айсұлу ханым, деді ол қатты дауыстап, немеремнің өмірін сақтап қалғаның үшін рахмет. Оның артынан басқалар тұрды. Сіз қызымызды аман алып қалдыңыз. Ұлым сіздің арқаңызда тірі. Айсұлу сахнада үнсіз тұрып қалды. Ол көп адамға көмектескенін білетін, бірақ олардың соншалық есте сақтап жүргенін білмеген еді. Кешіріңіздер, деді ол микрофонға. Мен мұндай назарға үйренбегенмін. Залда жылы күлкі естілді, түсінетін күлкі. Шынын айтсам, мен үшін ең маңыздысы атақ емес, нәтиже, деді Айсұлу. Көпшілігінің қорға менің атымды білмей-ақ көмектестіңіздер. Сол дұрыста еді. Маңыздысы мен емес, маңыздысы балалар. Экранда тағы суреттер пайда болды. Құтқарылған балалар, күлімдеген жүздер. Бүгін Айсұлу даусы дірілдеді. Мен бұл марапат тек маған тиілсе емес екенін түсіне тұрмын. Бұл дәрігерлердің еңбегі, қайырымдылық жасалған жандардың еңбегі, уақытын аямайтын еріктілердің еңбегі. Қол шапалақ тоқтар емес. Айсұлу Мәдинаның жылап отырғанын көрді. Ержан аға жанындағы адамға бірдеңе айтып, сахнаны көрсетіп отыр. Сосын Айсұлу көзін Әлібекке бұрды. Осы жылдар бойы жанымда менің ісіме сенбеген адам болды. Ол менің еңбегімді қажетсіз деп санады. Әлібек орындығына кіріп кеткендей болды. Бірақ білесіздер ме, Айсұлу жымиды. Бұл мені сындырмады, керісінше күшейтті. Өйткені мен жақындардың мақтауы үшін емес, балалар үшін еңбек еттім. Зал қайтадан дүр көтерілді. Жұрт орындарынан тұрып қол соғып жатыр. Дәл сол кезде Айсұлу Әлібектің орнынан тұрып, есікке қарай беттегенін көрді. Бірақ алдынан Дәулет аға шыға келді. Қонақ үй желісінің иесі. Кешіріңіз, деді ол даусын көтеріліп. Жақын отырғандар түгел естіп тұр. Сіз Айсұлу ханымның жолдасысыз ба? Әлібек үнсіз бас изеді. Шығып кеткісі келіп тұрғаны анық еді. Дәулет аға қолын созды. Қолыңызды қысуға рұқсат етіңіз. Сіз керемет әйелдің жары екенсіз. Нағыз періштенің. Иә, әрине, деді Әлібек еріксіз. Мен қорға 3 жылдан бері көмектесіп келемін, деді Дәулет аға. Айсұлу ханым ғажап адам. Осындай жанды қалай жолықтырдыңыз? Әлібек аузын ашты, бірақ жауап бере таба алмады. Олардың қасына тағы бірнеше адам келді. Сіз қатты мақтанатын шығарсыз, деді орта жастағы әйел. Жарыңыз елге керек адам ғой. Айтыңызшы, деді тағы бір кісі. Үйде де осындай қарапайым ба, әлде жетістіктер туралы айтып отыра ма? Әлібектің жүзі бозарып бара жатты. Айсұлу сахнадан бәрін көріп тұрды. Өмірінде алғаш рет Әлібек өзін өз жетістігімен емес, әйелінің кім екенін бағаланып тұрғанын сезінді. Кешіріңіздер, мен қазір, деді ол әрең. Жұрттың арасынан өтіп, залдан шығып кетті. Артынан таңырқап қараған көздер қалды. Сахнада жүргізуші қайта микрофон алды. Айсұлу ханымның атына келген құттықтауларды оқуға рұқсат етіңіздер. Ол қағаздарды ашты. Денсаулық сақтау министрлігінің құттықтаулы. Айсұлу ханымның қызметі әлеуметтік саладағы жеке бастаманың үздік белгісі. Айсұлу ресми сөздерді тыңдап тұрды, бірақ ойы басқа жақта еді. 15 жыл ішінде алғаш рет Әлібек оны өз көзімен емес, өзгелердің көзімен көрді. Миллионерлер құрметтейтін әйел, тік тұрып қол соғатын адам, министрлер жазатын тұлға, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қорытындысы, бала арманы қорының тәжірибесі басқа елдерге енгізуге ұсынылды. Тағы бір шындық бар еді. Алғаш рет Әлібекті табысты менеджер Әлібек деп емес, Айсұлу ханымның жолдасы деп таныстырды. Айсұлу ханым, деді жүргізуші оған бұрылып, алдағы жоспарыңыз қандай? Қордың болашағы туралы не айтар едіңіз? Айсұлу микрофонға жақындады. Алдағы жоспарымыз тағы 5 өңірлік орталық ашу, деді Айсұлу. Сондай-ақ ерекше күтімді қажет ететін балалар өсіп жатқан отбасыларға арналған қолдау бағдарламасын іске қосуды көздеп отырмыз. Бұл үлкен қаражатты талап етеді ғой, деді жүргізуші. Иә, деп жымиды Айсұлу. Бірақ мен адамдарға сенемін. 5 жыл бойы олар қайта-қайта көмектесуге дайын екенін дәлелдеді. Ол бір сәт тоқтады. Ал бұл марапат бізге жаңа мүмкіндіктер ашады. Көп есіктің кілтін береді. Зал тағы да қол шапалақтады, бөленді.
Айсұлу адамдардың жүзіндегі құрметті көрді. Басын изеген жандар, көзіне жас алған әйелдер. Істеріңіз үшін рахмет деді жүргізуші. Тағы да құттықтаймын. Қол шапалақ бірнеше минутқа созылды. Айсұлу сахнада тұрды, қолында хрусталь мүсін. Сол сәтте ол өмірін бұрынғыдай болмайтынын түсінді. Енді ол жай ғана Әлібектің әйелі емес, үйде отырған әйел емес. Ол Айсұлу ханым, халықаралық сыйлық иегері, 500-ден астам баланың өмірін сақтап қалған жан, және енді мұны бәрі білетін. Айсұлу сахнадан түсе бергенде оны адамдар қоршап алды. Журналистер сұрақ қойып жатыр, фотографтар суретке шақырып жатыр, қайырымдылық жасаушылар қолын қысқысы келді. Сол қарбаласта ол Әлібекті бірден байқамады. Ол залдың шетінде жалғыз тұр екен, қабырғаға сүйеніп, жүзі сұрланып кеткен. Айсұлу ханым деп арасын жарып Ержанаға келді. Құттықтаймын, бұл сіздің жеңісіңіз, біздің жеңісіміз деп түзетті Айсұлу оны құшақтап. Қамқоршылық кеңессіз ештеңе болмас еді. Айсұлу ханым жас журналист қыз микрофон созды. Алдағы жоспарыңыз қандай? Саясатқа барасыз ба? Көк қоғамдық қайраткерлер кейін саясатқа өтеді ғой. Жоқ деді Айсұлу нық дауыспен. Менің жұмысым балалар, саясат оларды емдей алмайды. Жақын жерде Дәулет аға күліп тұр. 3 жыл бойы қордағы қарапайым қызметкермен сөйлесіп жүрмін деп ойлаппын. Сөйтсем қордың негізін қалаушының өзі екен ғой. Жолдасыңыз қайда деді ол тағы бір журналист. Одан да сұхбат алсақ едік. Ол сіздің жетістігіңізді қалай қабылдайды? Айсұлу жан-жағына қарады. Әлібек әлі сол жерде тұр. Бірақ енді оған адамдар өздері келіп жатыр. Кезінде ол ерекше құрметпен қарайтын байлар. Әлібек деді мәжіліс депутаты Қайрат аға, жақынырақ танысайық, жарыңыз ел мақтанышы екен. Айсұлу күйеуінің амалсыз жымиып қол алысып тұрғанын көрді, бірақ жанарында абыржу бар еді. Сіз қорға көмектесесіз шығарсыз деп сұрады Қайрат аға. Иә, қолдаймын деді Әлібек сенімсіз. Өзіңіз қай саладансыз? Құрылыс компаниясында менеджермін. Түсінікті деді депутат. Даусында әлсіз ғана көңіл қалу байқалды. Халықаралық марапаттар жайлы әңгіменің қасында құрылыс менеджері болу тым қарапайым естілді. Олардың жанында Айман апай келді. Сіз Әлібексіз ғой деп ол жымиып. Сізге жеке рахмет айтқым келіп жүреді. Жарыңыз немеремнің өмірін сақтап қалды деді Әлібек. Қан ауруы болатын, Швейцарияда ота керек еді. Бізде ақша болды, бірақ ұйымдастыра алмадық. Айсұлу ханым бәрін өзі шешті. Клиникамен сөйлесті, құжаттарды дайындады. Тіпті бізбен бірге Цюрихке де барды. Әлібектің жүзі қуарып кетті. Цюрихке? Иә, 2 жыл бұрын, бір апта бірге болдық қой. Айсұлу ханым айтпады ма? 2 жыл бұрын. Айсұлу сол сапарды есіне алды. Әлібекке құрбыма барамын деген еді. Ол қай құрбы екенін де, неге бара жатқанын да сұрамаған. Жарыңыз керемет жан деді тағы бір ер адам. Қызым сирек эпилепсиямен ауруханаға түсті. Айсұлу ханым тек емге көмек көрсеткен жоқ, апта сайын келіп тұрды. Ертегі оқып беретін ойыншық әкелетін. Апта сайын деді Әлібек жай ғана. 6 ай бойы балаларға ем ғана емес, көңіл де керек дейтін. Айсұлу бұл әңгімені сырттай бақылап тұрды. Әр әңгімеден кейін Әлібектің жүзі өзгеріп бара жатты. Ол әйелі туралы өмірінде білмеген дүниелерді естіп тұрды. Ақыры Айсұлу журналистерден босап шықты. Әлібекке жақындады. Әлібек, жүр сөйлесейік. Ол бірден бас изеді. Әлгі әңгімеден құтылғанына жеңілдеп қалғандай. Екеуі балконға шықты. Қазан айының кеші салқын екен. Жұқа көйлек киген Айсұлу тоңып кетті. Әлібек сыртқа қарап тұрды. Біраз уақыт үндемеді, сосын жай ғана. Демек бәрі рас болғаны ғой. Ол бұрылды. Мұның бәрін шынымен де сен істедің бе? Иә, 5 жыл бойы. Әлібек үнсіз қалды. Сосын 5 жыл сен менен 5 жыл бойы жасырдың. Мен өтірік айтқан жоқпын деді Айсұлу сабырмен. Тек айтпадым. Бұл екеуі бір нәрсе ғой деді Әлібек бәсең дауыспен. Әлібек оған күрт бұрылды. Сен менен үлкен қорды басқарып жүргеніңді жасырдың, шетелге барып жүргеніңді жасырдың, министрлермен кездескеніңді жасырдың. Ал егер айтсам ше деді Айсұлу сабырмен, сен не дер едің? Әлібек үндемей қалды. Жауап табылмады. Сен мені өтірік айтып тұр деп ойлап едің деді Айсұлу.
Үйде отырған әйел халықаралық жобаларды басқара алмайды дер едің. Мұның бәрін қиял деп қабылдар едің. Мен қолдар едім. Қалай қолдадың осы уақытқа дейін? Айсұлудың даусында мұздай салқындық еді. Жұмысымызды бос әурешілік дегенді ме, уақытыңды бекер жұмсап жүрсің дегенде ме? Әлібек балкон қоршауына бұрылды. Мен білмедім деді жай ғана. Сен білгің келмеді. Айырмашылық бар. Балконның кешкі қала көрініп тұр еді. Төменде шамдар жұлдыздай жымыңдайды. Бүгін залда сен мені алғаш рет өзгенің көзімен көрдің деді Айсұлу. 15 жылдан кейін алғаш рет. Айсұлу, жоқ, айтып бітірейін. Ол оған бұрылды. 15 жыл бойы сен мені ешкім емес екеніме сендірдің. Талантың жоқ дедің, қабілетің жоқ дедің. Сен менің ортама сай емессің дедің. Мен олай айтқан жоқпын. Айттың, күнде айттың, сөзіңмен де, үнсіздігіңмен де, көзіңмен де, күрсінгеніңмен де. Даусы дірілдеді, бірақ тоқтамады. Сен менен ұялдың, мені жиындарға ертпедің, әріптестеріңе таныстырмадың. Өйткені менде айтар сөз жоқ деп ойладың. Әлібек қоршауды қатты қысып тұр. Ал бүгін сол адамдар маған сен үшін құттықтау айтып жатыр. Сен бақыттысың деді. Мен сенің мақтанышыңмын дейді. Мен әрқашан сені мақтан тұттым деді Әлібек жай ғана. Жоқ. Айсұлу басын шайқады. Сен қазір ғана мақтанып отырсың. Өйткені өзгелер мені бағалайтынын енді көрдің. Балкон есігі ашылды. Іштен Мәдина шықты. Айсұлу, кешір, федералды арналардың журналистер сұхбат күтіп тұр. Қазір барамын. Мәдина кіріп кетті. Екеуі жалғыз қалды. Бүгін мен бір нәрсені түсіндім деді Айсұлу. Маған сенің мақұлдауың керек емес екен. Сенің мақтанышың да керек емес. Айсұлу, күте тұр. 500 бала менің еңбегімнің арқасында тірі. 100 миллион теңге менің қолымнан өтті. Министрлер менен кеңес сұрайды. Ол тіке қарады. Бұл менің өмірім. Ал сен осы уақытқа дейін қиялдағы өмірде жүрдің. Әлібек жалт бұрылды. Не айтқың келіп тұр? Айсұлу үнсіз неке жүзігін шешті. Шаршадым. Ол жүзікке қарады. Өзімді ақтаудан шаршадым. Кім екенімді жасырудан шаршадым. Өзімді кішірейтіп көрсетуден шаршадым. Айсұлу, асығыс шешім қабылдама. Үйде отырып сөйлесейік сабырмен. Айсұлу ащы жымиды. Үйдеме? 15 жыл бойы маған жолы болмаған әйел екенімді түсіндірген үйдеме? Ол жүзікті балкон қоршауына қойды. Бүгін әлем менің кім екенімді білді. Мен енді қайта жасырынбаймын. Айсұлу есікке қарай беттеді. Мені журналистер күтіп отыр. Ал сен ойлануға уақыт бар. Енді үндемейтін әйелмен емес, өз дауысы бар әйелмен өмір сүре аласың ба? Соны ойлан. Айсұлу, бірақ ол залға кіріп кеткен еді. Оны камералар, журналистер жаңа өмір күтіп тұрды. Әлібек балконда жалғыз қалды. Шам жарығында жылтырап тұрған алтын жүзікке қарап тұрды. Өмірінде алғаш рет ол қарапайым үй шаруасындағы әйелді емес, өз қамқорлығына мұқтаж, табысты әрі мықты әйелді жоғалтуды мүмкін екенін түсінді. Және дәл осы нәрсе оны қатты қорқытты. Араға 3 ай өтті. Айсұлу қаланың ортасында жаңа кеңседе отыр еді. Қор жаңа ғимаратқа көшкен. Оны демеушілердің бірі берген. Терезе сыртында алғашқы қар жауып тұр. Үстелде жаңа жобалардың құжаттары үйіліп жатыр. Сыйлықтан кейін бәрі өзгерді. Қайырымдылық көлемі 10 есе артты. Ірі компаниялар өздері ынтымақтастық ұсынды. Денсаулық сақтау министрлігі Айсұлуды балалар медицинасы жөніндегі сарапшылар кеңесіне шақырды. Бірақ ең маңыздысы, ол енді өз болмысын жасырмайтын. Есік қағылды. Айсұлу ханым, сізге қонақ келді деді Мәдина. Айсұлу басын көтерді. Есікте Әлібек тұр екен. Шаршаңқы жүдеп кеткен, қолында ақ раушан гүл шоғы. Кіруге болама деді ол жай ғана. Айсұлу қарсындағы орындықты көрсетті. Кеңсең әдемі екен, үлкен, жұмыс көп. Әлібек гүлді үстелге қойды. Сосын күтпеген жерден: мен ажырасуға арыз бердім деді. Айсұлу таңданбады. 3 айда олар өте аз сөйлесті. Әлібек бірнеше рет сөйлесуге тырысқан, бірақ қордың жұмысы, сапарлар, жиналыстар, әңгімелер аяқсыз қалатын. Жақсы деді Айсұлу жай ғана. Әлібек алға еңкейді. Айсұлу, кешірім сұрағым келді. Даусы дірілдеді. Мен ақымақ болдым. 15 жыл бойы сенің кім екеніңді көрмеппін. Сен тек көргің келген нәрсені ғана көрдің. Иә, және бұл менің кінәм деді Әлібек. Ол бір сәт кідіріп қалды. Мүмкін бәрін қайта бастармыз.
Енді мен бәрін білдім ғой. Айсұлу басын шайқады. Әлібек, сен мені өзге адамдардың құрметтегеннен кейін ғана бағалай бастадың. Бұл махаббат емес, бұл менмендік. Әлібек көзін төмен түсірді. Тағы бір нәрсе бар, деді Айсұлу. Осы 3 айда сен менің жетістігімнің бір бөлігін өзіңе тілегің келді. Журналистерге мені әрдайым қолдадым дедің. Әріптестеріңе менің қабілетімді бұрыннан білетін сөйлескенсің. Мен сені мақтан тұттым. Жоқ, сен өзіңді мақтан тұттың. Танымал әйелдің күйеуі болғаныңды. Әлібек орнынан тұрып терезе жанына барды. Енді не болады? Енді біз бөлек өмір сүреміз. Айсұлудың дауысы сабырлы еді. Сен өз жетістігінен сүйсінетін әйелді жолықтырасың, ал мен өзім жақсы көретін ісімді жалғастырамын. Сол сәтте қалтасындағы телефон шыр етті. Айсұлу экранға қарады. Қордағы балалардың бірінің анасы хабарласып тұр екен. Алло, Гүлмира апай, Нұрдәулеттің жағдайы қалай? Тұтқаның ар жағынан толқыған дауыс естілді. Айсұлу ханым, ота сәтті өтті. Дәрігерлер 1 айдан кейін үйге қайта аласыңдар деп жатыр. Айсұлу жымиып жіберді. Керемет жаңалық екен. Нұрдәулетке айтыңыз, жақында өзім барып көремін. Ол телефонды қойды. Әлібек оған үнсіз қарап тұр екен. Міне, деді ол жай ғана, мен осыны ешқашан түсінбеппін. Саған бөтен балалар не үшін керек болды? Айсұлу оған қарады. Олар бөтен емес. Қиналып тұрған баланы көрсең, ол саған жақын болып кетеді. Әлібек үнсіз бас изеді. Есікке қарай беттеді. Табалдырыққа жеткенде тоқтады. Кешір мені, Айсұлу. Айсұлу жымиды. Мен сені баяғыда кешіргенмін. Ол бұрылды. Қашан? Сол балконда. Мені босатқан кезіңде. Әлібек үнсіз шығып кетті. Есік жай ғана жабылды. Айсұлу орнынан тұрып терезе алдына келді. Сыртта ақ ұлпа қар айналып ұшып жүр. Көрші ғимараттардың терезелерінде шамдар жана бастаған. Жаңа жыл жақындап келеді. Жаңа жоспарлар, көмек күтетін жаңа балалар. Ол қолына қарады. 15 жыл бойы неке жүзігі тұрған жерді білінер-білінбес із қалыпты. Бірақ күн өткен сайын сол із бозарып бара жатты. Бір кездері үйде отырып, өзінен ештеңе шықпайды деп сенген әйелдің естелігі секілді. Үстел үстінде халықаралық балалар ұйымынан келген хаттар жатыр еді. Олар Айсұлуға дамушы елдердің балаларға көмек көрсету жөніндегі халықаралық бағдарламаны басқаруды ұсынған. Ол әлі жауап бермеген. Енді оның ойлануына уақыт бар. Қай жолы таңдайтынын шешуге уақыты бар. Өзі лайық өмірмен өмір сүруге уақыты бар. Айсұлу қаламды қолына алды. Жауап хатын жаза бастады. Терезе сыртында қар әлі баяу жауып тұр еді. Жаңа өмір хабаршысындай. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарийге қай қаладан тыңдап отқандарыңызды жаза кетіңіздер. Және де міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.